Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, қасиетті жұма баршаңызға мүбәрәк болсын. Біздің жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызда, тұтқан оразаларымызда, қасиетті Режеп айында Алла Тағала қабыл етсін. Алла Тағала отбасыларыңызға, шаңырақтарыңызға береке берсін. Қадірменді аға бауырлар, бүгінгі жұма уағызымыздың тақырыбы мұсылманның мұраты көркем мінез жайында. Бұл айтылатын қазіргі уағызымыз ең бірінші өзіме және сіздерге бір насихат болсын. Жалпы ислам адамның құлшылық ғибадатын, сол құлшылық ғибадатындағы іс-әрекеттер адамның мінез құлығын сол құлшылық ғибадаттар арқылы мінез құлығын түзеумен бірге алып жүреді. Алла Тағала қасиетті Құранда айтқандай пайғамбарымыздың мінез құлығын сондай жақсы көркем түрде «Ва иннака ла'ала хулуқин азим» расында саған біз берген бір көркем сен мінездесің деп баяндап жатыр. Және де пайғамбарымыз Алла оған салауаты мен сәлемі болсын. «Иннама бу'иту лиутиммал макаримал ахлақ» пайғамбарымыз айтқандай, мен мынау көркем ақлақ мінезді толықтыру үшін жіберілдім деп баяндайды. Қарасаңыз, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам осы сөздері арқылы исламның негізгі тірегі болған парыздардан бөлек осы мінез құлықты дұрыстау, исламның адамның, мұсылманның мінезі жақсы болуы, пайғамбарымыз да сол жақсы мінез, адамның жалпы мінез құлық табиғатынан болғаны іспетті, сол мінезді одан да жақсы жағынан туырлау үшін, жақсы жағына қарай бұру үшін, кемелділік дәрежесіне жеткізу үшін біздің Алла елшісі осы Алла Тағала Құранда осы пайғамбарымызды көркем сипатпен сипаттап жатыр екен. Білесіздер, біздің исламның Худжатул Ислам деген сондай лағаппен танылған имам Ғазали осы исламның біздің шариғат ілімі бойынша, фиқх ілімі бойынша, ақида ілімі бойынша, осы ақлақ ілімі бойынша, тасауф ілімі бойынша үлкен дәрежеге шыңға жеткен, әрбір сөзінде дәлел келтіре алатын, сондай мысалы мынау бір бағана деп айтылатын болса, осы бағананы алтын деп сөзбен айтатын болатын болса, сол сөзіне, ісіне дәлел келтіре алатындай сондай бір ғалымымыз өткен имам Ғазали, оны ғалымдарымыз Худжатул Ислам, исламға қандай істе, мәселеде дәлел келтіре алатын деген сондай лағаппен танылған. Сол кісіні, сол ғалымның Ихия Улумуддин деген кітабы бар, Ахлақул Муслим деген мінезді ақлақ жайындағы кітаптары бар. Ғалымдарымыз айтқандай, би'ил лихия, сақалыңды сатып болса да, иштаройы ихия, сол кітапты сатып ал. Неге? Оның ішіндегі қаншама айтылып жатқан барлығы адамның жан дүниесін тазалау үшін, өзінің бойындағы жағымсыз істерді сыртқа қойып, шынайы Алланың құлы болуға, пайғамбар Алла Тағала пайғамбарды сипаттап кеткен сондай көркем ақлақпен ақлақтану үшін ғалымымыз